Достар, сәлем. Бүгін осындай чебуреки дайындаймыз. Бұл рецептісі өте ерекше, майсыз, өте майлы болып шықпайды. Қазір мен сіздерге бөліп көрсетемін. Сырмен және етпен пісіретін боламыз. Соңына дейін бірге көріңіздер және осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Қамырына бізге ұн, сұйық май, су және тұз қажет. Қайнатылған суды пайдаланамыз, бірақ суыған болу қажет, ыссы болмау қажет. Толықтай суығаннан кейін пайдаланамыз. Және 50 граммдай сұйық май, тұз және ұнды бірден саламыз. Тұздың ертіп жіберіп, ұнды бірден саламыз да қамырды бірден илейміз. Бастапқыда ұны көп, қамыр өте қатты сияқты болып көрінуі мүмкін. Өзіне иленбей жатқан сияқты болып көрінеді сіздерге. Бірақ үстінен суды құймаймыз. Менің пайдаланып жатқаным гранул ұны жоғары сырып, егер ұндарыңыз ауыр болса, бірінші сорт болса, онда 10 граммдай үстіне су құю дұрыс болар. Бірақ одан артық ешқандай да су құймаймыз. Мен мінекей видеоны ортасын кеспеймін, толықтай соңына дейін илеп болғанша көрсететін боламын. Бірікпей жатқан сияқты болып көрінеді негізі. Бірақ ешқандай да су қоспаймыз. Кішкене күш керек. Күштеп осылай илеу арқылы барлығы қазір бірігеді. Мен әдейі осылай монтаждағанда ортасын кесіп тастаған жоқпын. Түгел сіздерге көрсетейін деп қалай біріккенін. Мінекей барлығы бірігіп жатыр. Илей береміз тоқтатпастан. Мінекей барлығы бірікті. Енді осылай қатты қамыр пайда болады. Оны салафан мешокқа салып, бөлме температурасында 15-20 минуттай қоямыз. 15-20 минуттай қоямыз және одан кейін алып тағы да осылай илейміз. Сонда бізде эластичный, осылай әдемі қамыр пайда болады. Илеп тағы да салып қоямыз. Салмасы дайын болғанша осылай тұру қажет. Енді салмасына кірісеміз. Бізге ол үшін фарш қажет және жуа қажет. Пиязды уақтап тураймыз. Және осындай сковородкаға мен май құйған жоқпын. Себебі еттің өзінің майы бөлінеді қазір. Жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш саламыз. Келесі кезекте пиязды қуырып аламыз. Кішкене жұмсарғанша, қызарғанша осылай қуырамыз да етпен барлығын біріктіреміз. Және астын сөндіріп, толықтай суытып аламыз. Мен етпен және сырмен жасаймын. Сырға осындай эмирдің моцарелласын пайдаланамыз. Міндетті түрде моцарелла болу қажет. Жай сыр мұндай піспейді, қатып кететін болады ішінен. Сол себепті тек моцарелла түрін пайдаланамыз. Осылай күштен өткізіп
алдын ала дайындап аламыз. Мінекей қамырымыз бастапқыда емес, гладкий болып жұмсарды, эластичный қамыр болды. Енді қамырымызды 30 граммнан бөліп аламыз. Бұл орташа чебурекиге жасауға арналған. Ал егер өте кішкентай жасаймын десеңіздер, одан кішкене 20 граммнан кішкентай қылып бөлеміз, 15 немесе 20 граммнан. Ал егер өте үлкен сатуға арналған чебуреки дайындаймын десеңіздер, онда 40-50 граммнан бөліп алған дұрыс. Енді барлығын осылай ортасына түйіп, дөңгелетіп, формасына келтіріп аламыз, дөңгелектейміз барлығын. Және жинағанда мінекей осындай салафан мешоктың астына жинаған дұрыс, себебі кеуіп кетуі мүмкін, ал ондай қамырмен бізге жұмыс жасау қиындап кетеді. Сол себепті осылай салафан мешоктың астына жинап қоямыз. Мінекей барлығын дайындап болдық. Енді чебурекиларымызды дайындаймыз. Ол үшін қамырымызды осылай жұқалап жайып аламыз. Чебурекиларымыз бірдей болып шығу үшін осылай қиып алдық чебурекидің формасында. Және сол қағазбен бірдей қылып қазір қиып алатын боламыз. Бірінші етпен жасап жатырмыз. Салмасын бір ас қасық саламыз. Және жан-жағын қаттылап түйіп аламыз. Қазір майға салғанда ашылып кетпеу үшін бар күшімізбен түйіп аламыз. Және осылай формасымен, жаңағыдай дайындап қойған формамен, форманың бойында қиып аламын. Осылай. Және жан-жағын қатты түйіп алып, вилканың көмегімен осылай қатайтып аламыз. Дәл сол сияқты барлық чебурекиларымызды жасап шығамыз. Енді біреуін сырмен қалай жасағанымды көрсетейін. Ол үшін де қамырды дәл солай жұқасынан жайып аламыз. Және сырды осылай саламыз салмасына, және жан-жағын жаңағыдай түйіп аламыз. Барымызша барлық күшпен түйіп алған дұрыс. Өзгеше қылу үшін, мына екеуін айыру үшін біз арнайы осындай зигзаг пышақпен кесіп аламыз. Барлығын дайындап алдық. Енді чебурекиларымызды майда қуырып аламыз. Ол үшін майды қыздырамыз, бірақ өте қатты күйіп кетпеу керек. Қызған бойда саламыз, және чебуреки көтерілген мезгілде тез-тез айналдырып алуымыз қажет. Сосын піскеннен кейін барып, екінші жағын қайта айналдырып пісіріп аламыз. Ең бірінші етпен пісіріп алған дұрыс, сосын барып сырмен пісіреміз. Себебі егер сыр ашылып кетсе, онда майымыздың барлығын ластап жібереді. Сол себепті бірінші етпен пісіріп алған дұрыс. Бізде фарш алдын ала піскендіктен тез-тез піседі. Чебурекиларымыз ол көп уақыт алмайды. Қызарған бойда тез аударып салып аламыз. Мінекей осындай әдемі чебурекиларымыз дайын болды. Достар, егер видео ұнаса, мені қолдап, лайк, комментарий қалдырып, подписка жасауды ұмытпаймыз. Ас болсын.